Dinimizde, asıl dinimizde adamның 7 мүшесі күнәстейді дейді. Олар көз, құлақ, тіл, қолдарымыз бен аяқтарымыз, асқазанымыз және жыныс мүшелеріміз дейді. Көздің күнәсі не? Көздің күнәсі ол нәпсі құмар көз. Сұқтанып қарайтын. Басқа жыныстың өкіліне еркек болып басқа әйелге, әйел болып басқа еркекке, немесе моншаға жалаңаш түссе, еркектің әурет мүшесіне қарауы, әйелдің әурет мүшесіне қарауы бұл көздің күнәларынан. Немесе біреуді аңду, біреудің терезесінен ішінде не болып жатыр екен деп аңду, немесе ешкім жоқ жерде бір әлеуметтік желідегі немесе интернеттегі бір азғындаған сайттарға кіріп, соларды қарау бұл көздің күнәсі болып саналады. Әйелдер үшін одан кейінгі күнәнің бірі адамды қорқытып қарау, адамға жек көрінішпен қарау. Ала көзбен көзіңді бақырайтып біреуге жаман көзбен қарасаң, міне көздің күнәсіне осы да жатады екен. Ата-анаңа ала көзбен қарау, балаңның зәресін алып қорқытып көзіңді алартып қарау, немесе қандай да бір сенің жақының, көршің, алдыңнан кездескен адамға көзіңді сұқтанып тіктеп қарап, ана адамның зәресін алсаңыз, сол адам сіздің көзқарасыңыздан қорқып қалған болса, ол да сіздің көз арқылы жасаған күнәңіз болып есептеледі. Тура соның қарама-қарсы жағы бар. Енді сіздің көзіңізбен күлімдеп қарасаңыз, көзіңізден нұр төгіліп қарасаңыз, адамдар қуана ма? Қуанады. Тура сол сияқты сіз біреуге тесіліп жаман көзбен қарасаңыз, мінекей ол да адамға күнә болып саналады. Одан кейін адамға іштарлықпен қызғанып қарасаңыз көзбен. Мысалға, бір адамның мүлкі бар, көлігі бар, үйі бар, бала шағасы бар, соған қызғанып қарасаңыз, іштарлықпен осы, апырай мынаған осының болып қалған-ай, менде болмаған-ай деп іштарлықпен қарайтын болсаңыз, сіздің көз арқылы жасаған күнәңіз болып есептеледі. Онда құлақтың да күнәлері бар. Құлақтың қандай күнәсі бар? Тыңдауға қажет емес болып саналатын ақпараттарды тыңдау, құлағыңды салу, біреудің үйінің ішіндегі күбір сыбырын тыңдау. Екі адам сөйлесіп жатса, солардың әңгіме не айтып жатыр екен деп күбір сыбырына құлақ салып тыңдасаңыз, міне құлақтың күнәсі ертең Алланың алдында осы құлақтар сізге куәлік береді, бұл тыңдады деп. Тыйым салынған жабайы адамның жанын басқа жаққа алып кететін әуендер мен дыбыстарды тыңдау. Осы дыбыс тыңдамаса, бір саз тыңдамаса, ұйықтай алмайтын жастар бар. Осы ата-анасы келіп сөйлеп жатса да, құлағына жаңа құлақ тыңдағышын тағып алып, не әкесінің, не шешесінің сөзін тыңдамайтын жастар бар. Көшеде со құлақ қабыменен діңкілдеткен әуенді тыңдап бара жатып, қаншама көлік апатына душар болған жастар бар қазіргі уақытта. Әр нәрсенің мөлшері бар. Абай атамыз айтқандай, әннің де естісі бар, есері бар дегендей, әр нәрсенің мөлшері бар. Алдыңа тамақ келсе, тойғаныңша жейсің. Ал тойғаннан кейін де сол мына жерде дастарханда тамақ бар екен деп жей берсең, ол организміңді улап тынады. Сол сияқты адамның да бір белгілі бір термені, жырды, пайдалы бір патриоттыққа шақыратын, жан дүниеңді ізгілікке қарай баурайтын бір жырды тыңдау бір бөлек. Ал енді күндіз түні соған отырып, соған байланып, сол музыканың ырғағында өмір сүру, соған қаншалаған сағаттарың мен тәуліктеріңді арнау, ол сені тағы да бір құлдыққа, тағы да бір өзіңнен тыс сені басқа бір ахуалға душар ететін жағдай. Мінекей білімдар, ғалым адамдарымыз бізді осыдан шектен шығудан тыйған еді.